Сәлем бәріңізге. Бүгін орыс халқының салысынан кем түспейтін қазақтың құйрық майын жасаймыз. Ол үшін құйрық майды суға бір қайнатып аламыз. Суыған құйрық майды бірнеше бөліктерге бөліп, видеода көрсетілген әдіспен жұқалап тілеміз. Енді маринадын дайындаймыз. Ол үшін 3 ас қасық тұз, 2 ас қасық қызыл бұрыш, 3 ас қасық паприка, 2 ас қасық қара бұрыш. Осы төртеуін араластырамыз. Қалауыңызша лотос қосуыңызға болады. Дайындалған приправаны алып, құйрық майымызға барлық жағынан аунатып, сеуіп шығамыз. Барлық тірліктерін жақсылап жағамыз. Мінекей дайын болған құйрық майды осындай банкіге сақтауларыңызға болады. Жалпы қазақ халқы құйрық майды ем үшін қолданған. Ондай тіске басарды қарныңыз ашып келген уақытта нанмен жеп алсаңыз болады. Бұл тіске басар менің жолдасымның және балаларының сүйіп жейтін асы. Жасап көруге кеңес беремін. Денсаулығыңыз мықты болсын. Ас болсын.